Ассаламу алейкум, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді сатылымға шығаруға болатын, болмаса үйлеріңізге де қатырып қоюға болатын фаршированный перецтерді дайындайтын боламыз. Қыздар, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен біз осы фаршымызға пиязымызды, шикі күрішімізді, тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Күрішті пісіру міндетті емес. Осылай шикілі қоса берсеңіздер де бәрі пісіп шығады, өте дәмді болады, қыздар. Мен рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көргеннен кейін сіздер осы рецептпен жасай бергілеріңіз келеді. Өте дәмді шығады еткені. Мінекей перецтерімізді алдын ала жуып тазалап аламыз. Сонымен салмамызды тығыздап салатын боламыз. Қыздар, аз-аздан салып қоймаймыз. Тығыздап сала беріңіздер. Сол кезде жегенге де приятны, сатылымға да ұялмай сататын боласыздар. Бұлар қазір сұраныстарға ие. Нарықта бұларды килограммын мен сіздерге қазір фотосын жіберемін. 3200-ден сатады. 1 килограмм осындай фаршированный перецті 3200-ден сатылады біздің Шымкент қаласында. Басқа қалаларды білмедім енді. Мен бұл жерде 700 грамм қолдандым. 700 грамм фарштан менде 2 кило 200 фаршированный перецтер шықты. Мінекей. Сонда үстінен 1,5 есе көреді екенсіздер, егерде сатылымға жіберетін болсаңыздар. Сатылымға жіберетін болсаңыздар, осылай жеке-жеке бірінші қатырып аласыздар. Одан кейін қатқан перецтерді пакетке салып, жарты килоға, 1 килоға сатсаңыздар да, енді ол өз еріктеріңіз. Енді клиенттердің сұрауы бойынша көресіздер жалпы. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.